Сәлем достар, бүгін рубрика Public Portfolio үшінші босатылым, көзді ашып жұмғанша екінші тоқсанды да өткізіп тастадық. Ендеше портфельге бір қарайық, шолу жасайық. Қараңыздар, баланс $12.502. Портфельдегі акциялардың өсуінде жалпы қатты бір өзгеріс болған жоқ. Мұнай компаниялары аздап құлады, ал хай-тек компанияларды ештеңе тоқтата алар емес. Олар өсуін жалғастырып жатыр. Шлюмберже плюс 7%, дәл қазіргі кірістілік. Cisco плюс 32%, Ford плюс 140%, Disney 65% плюста тұр, Gilead Sciences бұл әлі де нөлдің аржақ бер жағында жүр, McDack плюс 33%, Visa 39%, Walgreen Boots Alliance плюс 11%, Coca-Cola плюс 18%, Valeria Energy плюс 17%, жаңа көрсеткен Schlumberger, сосын Valeria Energy, қазір көресіздер, ExxonMobil, бұлардың бәрі негізі жақсы плюске шыққан болатын, соңғы кездері коррекцияға кетті. Citigroup плюс 37%, Westrock плюс 80%, Intel плюс 3%, бұл да аздап коррекцияға кетті. Google өте жақсы өсіп жатыр соңғы кездері, дәлірек айтсақ, Alphabet плюс 110%. Акциясының құны өте жоғары болып кетті. Бір тал акциясының құны, бұған сток сплит жасай ма екен? Бәрімізге қызық. Өйткені көптеген жеке инвесторларға бұл қол жетімсіз болып қалды дәл қазіргі бағамен. CAR плюс 594%. Apple'дың акциясы қазір $147 жетті өсіп. Есімде бар, соңғы кездері $125 алғам. Плюс 114%. Alibaba плюс 8%. Tyson Foods 20%. Omega Healthcare 43%. Twitter плюс 165% кірістілік. Facebook'та жақсы өсті, плюс 125%. AT&T бұл азырақ минуста тұр, минус 2%. Бұл компания бірнеше ірі компанияға бөлінуі мүмкін, бірақ дәл қазір бұрынғыдай 7%-ық дивидендті төлеп жатыр әр квартал сайын. Егер бірнеше компанияға бөлінсе, ешқандай зияны болмайды. Ол кезде қандай компанияларға бөлінеді? Сол компаниялардың үлесі де берілетін болады әрбір инвесторға, немесе компенсация төленетін болады. Оны көріп жатармыз өз уақытында. BAC дегеніміз бұл Bank of America плюс 70%, Macy's плюс 180%, Carnival плюс 71%, DAL дегеніміз Delta Airlines плюс 53%, Johnson & Johnson плюс 23%, Uber плюс 62%, ExxonMobil плюс 30%, Microsoft плюс 46%, RC бұл ANH компаниясынан бөлінгеннен кейінгі берілген акцияның үлесі болатын, плюс 46%. Енді портфельде қандай өзгеріс болды? Мынау соңғы позициялар, осы соңғы 90-да жасалған операциялар. 1, 2, 3, 4 IPO-ға қатыстым, және бірнеше компаниялардың акциялары сатып алынды. Қараңыздар, бір рет толтыру жасадым. $896 бір рет толтыру жасадым. Ол ақша бойынша қандай операциялар жүргізілді? Vaxitech бұл биотех компания, ракке қатысты препараттар және вакцина жасаумен айналысатын компания, стартап компания, IPO-сына қатыстық, бірақ IPO-ның көлемі өте аз болды. Соған қарай аллокация да өте төмен болды. EKAG акциясы тиді, маған тиесілі үлесі. Қазір минус 12%. Айтпақшы, бұл коронавирусқа қатысты вакцина жасаумен айналысқан компания. AstraZeneca компаниясын білеміз. AstraZeneca компаниясының COVID-19-ға қарсы вакцинасын жасаумен айналысқан компаниялардың бірі. Мына тикерге қараңыздар, EDR бұл UFC-дің акциясы. Дәлірек айтсақ, UFC осы компанияның құрамына кіреді. Бұл Endeavor Group Holding деп аталады. Бұның құрамына тағы қандай компания кіруші еді? Атын қазір айтайын. WMA IMG бұл актерларды дайындаумен айналысатын, киноға түсіруге, сосын музыканттар дайындайтын, сосын цифрлы көңіл ашу контенттерін жасайтын, сонымен айналысатын компания және UFC. Осы екі ірі компания осының астына кіреді. Бұл IPO жариялаған болатын, IPO-сына қатыспадым. IPO биржаға қондырылғаннан кейін, содан кейін сатып алдым. Жаман бизнес емес, әрине. Егер тағы да құлайтын болса, минус 20%-ға түсетін болса, онда тағы да акциясын сатып алам. Дәл қазір минус 10% болып тұр бұл позиция бойынша. Айтпақшы, бұл компанияға тағы Miss Вселенная, Miss Universe. Осы көңіл ашу жобасы да осы Endeavor Group Holding-дің құрамына кіреді. Thales. Бұл Talaris Therapeutics деп аталады. Бұл да биотех компания.
органдарға трансплантация жасаумен, қатерлі ісік ауруларын емдеу терапиясын, емдеу ем шараларын ойлап табумен айналысатын компания. Бұл да минус 10%-да тұр дәл қазір. Бұл да аллокация өте төмен болды. IPO-ның көлемі өте аз, $15 бір ғана акциясы тиді. Бірақ бұл жақсы болды, өйткені IPO сәтті болмады. Қараңыздар, минус 10%-да тұр. Coinbase бұл Binance сияқты криптобиржа, тек бұл америкалық. 2 штук акциясын сатып алдым, қазір сәл минуста тұр. GLBA және SMWB бұл екеуі де израилдық компания. GLBA бұл Global E-Online деп аталады. Электронды коммерциямен, яғни товарларды онлайн түрде сатумен айналысатын компания. Бұл өте сәтті шықты. 3 акциясы тиді маған IPO-ға қатысу нәтижесінде. Аллокация өте жаман емес, жоқтан жақсы. Плюс 155% дәл қазір кірістілік. Енді локап период аяқтағаннан кейін қанша болады екен? Бұдан сәл төменірек отыруы мүмкін. SMWB бұл Similar Web деп аталады. Ақпараттық технологиямен айналысады. Бизнестерді зерттеумен, сандық мәліметтерді өңдеумен, оған тереңдей анализ жасаумен айналысады. Бұл компанияның клиенттері негізінен ірі халықаралық корпорациялар. Бұл да жаман емес бизнес. Қазір плюс 8% пайда беріп тұр. Space бұл білесіздер Gaia, Virgin Galactic. Компанияның басшысы Ричард Брэнсонның өзінің қатысуында өткен ұшу сынағы сәтті өтті, бәріміз көрдік. Бірақ сол сынақтан кейін өкінішке орай компания тағы да SPO жариялады. SPO дегеніміз бұл IPO-дан кейін Secondary Public Offering деп аталады. Тағы да акцияларын сатты біраз бөлігін, тағы да қосымша ақша тарту үшін. Бұл әрине азырақ негатив. Бұл акцияны мен өте ұзақ мерзімге алғам. Бұндай бірнеше ай ішіндегі, жыл ішіндегі азырақ қозғалыс мені қызықтырмайды. Кейін көреміз. Бірнеше жылдан кейін, 5 жылдан кейін қалай болады екен. Жалпы портфельдің жағдайы осылай. Портфельдің өсу жылдамдығы әрине бірінші тоқсандағыдай, сосын өткен жылдағыдай емес. Қазір өткен нарық онсыз да өсіп біраз жерге жетті. Негізі жаз айларында үлкен коррекция болады деп үміттендік. Тым болмаса 10%-ға, бірақ ондай болмады. Американың федералды сақтық қор жүйесі айына қазір $120 миллиард осы нарықтағы активтерді сатып алу программасын жүргізіп отыр. Қарасаңыздар соңғы кездері графикте. Бір күн коррекция жасайды, келесі күні сатып алып көтеріп тастайды. Бір күн коррекция жасайды, келесі күні сатып алып көтеріп тастайды. Нарықтың құлауына мүлде жол бермей жатыр қазір. ФРС-тің бұл дәл қазіргі саясаты жүргізіп отырған. Оның басшысы Джером Паулдың айтуынша, бұл программа әлі де біраз уақыт жалғасады. Жұмыссыздардың саны азаймайынша бұл программаны тоқтатпаймыз деді. Ендеше бұл нарықтың құлауына не нәрсе себеп болады, әзірше белгісіз. Бірақ бұл монетарлық саясатты әрине мәңгі жүргізе алмайды. Келесі жылы бола ма, оның арғы жылы бола ма, әрине бұл программаны тоқтатуға тура келеді. Вот сол кезде үлкен коррекция бәрімізді күтіп тұр әрине. Сондықтан активтерді сатып алыңыздар үнемі тұрақты түрде, бірақ кэшті да запасқа сақтап отыруды ұмытпаңыздар. Алтын сатып алуды ұмытпаңыздар. Егер жақсы коррекция болып жатса, коррекциядан қорықпаңыздар. Бұл деген өте үлкен мүмкіндік. Жақсы акцияларды жақсы бағамен сатып алатын, сол кезде сатып алатын ақша болу керек негізі. Бүгінше осы, портфельдеріңіз үлкейе берсін, акцияларыңыз өсе берсін. Сау болыңыздар.